Баршаңызға сәлем достар. Бүгін бір ғана бананнан ерекше дәмді болып шығатын панкейк жасаймыз. Алдымен бананымызды алып, қабығын аршып, жақсылап тазалап, бөліп шұңғыл ыдысқа саламыз. Одан соң үстіне 2 жұмыртқамызды жарып, және де 2 ас қасық қантымызды салып, жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, қанты езілген соң үстіне сүт құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды аз-аздан қосып отырып, қамыр илейміз. Ұнымызды аз-аздан қосып отырамыз. Егер сіз барлығын бірде қосып жіберсеңіз, онда түйіршіктер пайда болуы мүмкін, сондықтан аз-аздан қосуды ескеріңіздер. Ертілген сармайымызды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Дәл осындай консистенция болуы керек. Енді алдын ала қызып тұрған табада 2 жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Банановый панкейктеріміз дайын. Банан панкейкке ерекше дәм беретін болады. Жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Жания.